Құпия кездесулер. Диас пен Сараның хикаясы. Сара алғаш рет Диасты көргенде ол өзін ұстай алмады. Бойынан төгілген сенімділік, көзіндегі тереңдік, даусындағы жұмсақтық оны бірден баурап алды. Бірақ екеуінің арасында бір шекара бар еді. Сара тұрмыста болатын, ал Диас оның күйеуінің жақын әріптесі еді. Алғашқыда бұл жай ғана көзқарастар алмасу еді. Ұзақ жиналыстарда, дастархан басында, тіпті кездейсоқ жолыққанда да олардың көздері тоғысып қалатын. Әр сәтте уақыт тоқтап қалғандай болатын. Бірақ ешқайсысы ашық қадам жасауға батылы жетпеді. Бір күні кешкісін Сара жұмысынан кейін жалғыз қайтып бара жатып, артынан таныс дауыс естіді. «Сара, тоқтай тұршы», деді Диас. Ол бұрылып, оның қолында қалтырап тұрған папканы көрді. «Мынаны ұмытып кетіпсің», деді ол, бірақ көзқарасы әлдеқайда тереңірек еді. Сол сәттен бастап бәрі өзгерді. Олардың алғашқы құпия кездесуі қала сыртындағы шағын қонақ үйде болды. Жүректері дүрсілдеп, әр демдері бір-біріне араласып, екеуі де бұл сәттің қайтып оралмас сиқыр екенін сезді. Диастың алақаны Сараның белінен сипап өткенде, ол өзін қайта туғандай сезінді. Бұл тек құмарлық емес еді, бұл жанын шарпып өткен шынайы сезім болатын. Сол түннен кейін олар тоқтай алмады. Аптасына бір рет, кейде одан да жиі кездесетін. Қаланың түрлі жерлерінде, жасырын кафелерде, қараңғы көшелерде, жалғыз пәтерлерде. Әр кездесуі оқиғаның жаңа тарауы секілді. Диас Сараға құмарлықпен ғана емес, нәзіктікпен қарады. Оның жан жарасын, көңіліндегі жалғыздықты түсінді. Ал Сара үшін бұл еркек тынысы, бостандығы, жүрегінің нағыз иесі болды. Бірақ уақыт өте келе, олардың құпиясы ауырлай түсті. Сара күйеуіне қараған сайын өзін кінәлі сезінді. Ал Диас та бұл қарым-қатынастың мәңгі жалғаспайтынын білетін. Бірақ олар тоқтай алмады. Өйткені бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын еді. Олардың әрбір құшағы мәңгіліктің бір сәтіндей. Әрбір түн қайталанбасы ертегі. Бірақ күндердің бір күні таңдау жасау керек болатынын екеуі де жүректерімен сезетін. Сол алғашқы құпия түннен кейін олардың өмірі бұрынғыдай болмады. Сара үйінде күлімсіреп отырса да, жүрегі басқа біреуді аңсайтын. Диас та жұмыста салмақты болып көрінсе де, ойы Сараның жанарынан кетпейтін. Әр кездесулері қауіпті еді, бірақ сонымен бірге мас қылатын тәтті ләззат болатын. Бір күні Диас Сараны қаланың орталығындағы кішкентай пәтерге алып келді. Бұл олардың қасиетті орнына айналды. Терезелері биік, перделері қалың, ал ішіндегі тыныштық тек олардың сыбырларына толы болатын. Сол күні Диас оны алғаш рет ұзақ құшақтап, маңдайынан сүйді. «Мен сені сағынғанда уақыт тоқтап қалғандай болады», деді ол сыбырлап. Сара жүрегі дірілдеп, оның мойнына тығыла түсті. Олардың құштарлығы әр кездескен сайын күшейе түсті. Кейде Диас оны жай ғана қолынан ұстап ұзақ үнсіз отыратын. Кейде екеуі бір-бірін қиялға жетелейтін түндер өткізетін. Әрбір жанасу отқа түскендей күйдіріп, екеуінде еріксіз баурайтын. Алайда бұл бақыт мәңгі бола алмайтынын Сара жақсы білді. Күйеуінің көзіне түсу қаупі бар еді. Бірде кешкісін ол үйіне қайтып келгенде, күйеуінің қарашығынан күмәнді салқындық байқап қалды. «Сен соңғы кезде жиі кешігесің», деді ол бейжай үнмен. Сара жүрегінің дүрсілін жасыра алмай, жалған күлкімен құтылды. Бірақ іштей қорқыныш күшейе түсті. Диас та оның мазасызданғанын байқап, бірде пәтерінде екеуі үнсіз отырып қалды. «Сара бізді бір күні ұстап қояма деп қорқамын», деді ол ауыр күрсініп. «Мен де қорқамын, бірақ сенен бас тарта алмаймын», деп сыбырлады Сара. Олардың көздері тоғысып, тағы да еріндері табысты. Қауіп, қорқыныш бәрі артта қалды. Бұл сәтте тек екеуі ғана бар еді. Әр кездесулері соңғы рет сияқты. Әр түндері бір ғұмырдай. Сараның тәні ғана емес, жаны да Диастың құшағында тыныштық табатын. Ал Диас оны құмарлықтың ғана емес, махаббаттың иесі ретінде көретін. Бірақ бұл жалғаса бере ме? Сара мен Диас үшін әрбір жасырын сәт алтыннан қымбат еді. Бірақ уақыт өткен сайын олардың құпиясы тым ауырлай бастады. Сара үйіне кеш қайтқан сайын күйеуінің көзқарасы өзгеріп бара жатқанын сезетін. Бірде түнде күйеуі телефонын қолына алып, «Кеше қайда болдың? Сені іздедім», деді сабырлы, бірақ ішінен жарылғалы тұрған даусымен. Сара сасып қалды, бірақ өзін ұстап,
Жұмыста кешігіп қалдым деп қысқа ғана жауап берді. Күйеуі сенгендей болды, бірақ Сара оның жүрегінде күдік ұялағанын анық сезді. Сол түні Сара пәтерге келгенде Диасты құшақтап ұзақ жылады. Бәрі біліп қояма деп қорқамын, деді ол даусын әрең шығарып. Диас оның шашынан сипап: мен сен үшін бәріне дайынмын, Сара, егер қаласаң бәрін тастап, тек сенімен кетемін, деді. Бұл сөздер Сараның жанын қақ айырды. Бір жағында отбасылық өмір, қоғамның көзқарасы, күйеуінің сенімі. Екінші жағында жүрегін арбаған нағыз махаббат. Бірақ құпия ұзаққа созылмады. Бір күні Сараның күйеуі қалта телефонынан күтпеген хабарламаны көріп қалды. Ертең сағат 7-де әдеттегі жерде күтем. Сағындым. Хабарлама Диастан еді. Күйеуінің көзі қарауытып, қолы дірілдеп кетті. Ол ештеңе деместен телефонын орнына қойды. Бірақ ішінде дауыл тұрды. Ал Сара мен Диас сол күні тағы да кездесуге жиналды. Қаланың шетінде, олардың құпия пәтерінде. Сара есіктен кіре салысымен Диастың құшағына құлап: мен сені ойлаудан шаршамаймын, деді. Диас оны қыса түсіп, ерінен ұзақ сүйді. Екеуі бір-біріне сіңіп кеткендей болды. Бірақ сол сәтте есік сарт етіп ашылды. Табалдырықта оның күйеуі тұр еді. Есіктің алдында тұрған күйеуін көргенде Сараның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ал Диас қолын бір сәтке де босатпай, Сараны артына жасыра қойды. Бұл не масқара? Деп күйеуі ашудан дірілдеп көзіне қан тола қарады. Сен менің досым едің, Диас. Ал сен, Сара, сен менің әйелім ең. Сараның көзінен жас парлап, сөз таба алмай қалды. Диас болса батыл үнмен жауап қатты: мен кешірім сұрай алмаймын. Өйткені мен оны сүйемін. Бұл сөздер отқа май құйғандай әсер етті. Күйеуінің ашуы шектен асып, ол Диастың жағасынан алып, қатты итеріп жіберді. Екеуі бір-бірін жұдырықпен ұрып, бөлме ішінде арпалысып кетті. Сара араша түспек болып айқайлап жүгірді: тоқтаңдар. Өтінемін, тоқтаңдар. Ақыры күйеуі есікті тарс жауып шығып кетті. Сараның жүрегі езілді, ол күйеуін жоғалтқанын түсінді, бірақ сонымен бірге махаббатын жасырғысы да келмейтінін анық сезді. Диас оны құшағына тартып, маңдайынан сүйді. Бәрі ашылды, енді кері жол жоқ, деді ол сыбырлап. Енді не істейміз? Деді Сара көз жасын сүртіп. Егер сен қаласаң, біз бірге кетеміз. Жаңа өмір бастаймыз. Сара үнсіз қалды. Оның жүрегі Диасты қалады, бірақ алдында тұрған шешім бүкіл өмірін өзгертетін үлкен қадам еді. Келесі күндері қала ішінде сыбыр көбейді. Достары, туыстары бәрі бір нәрсені сезіп қалғандай болды. Сара өзін әлемге жалаңаш қалғандай күйде сезінді. Бірақ Диас оған әр сәт сайын қолдау көрсетіп қасында болды. Бір күні ол Сараға қарап анық сөз айтты: мен енді күте алмаймын. Таңдауыңды жаса. Сен меніменсің бе, әлде өткен өміріңмен қаласың ба? Сара терең дем алып көзін жұмды. Диастың соңғы сөзі Сараның жүрегін дір еткізді. Оның алдында екі жол бар еді. Бірі тыныш, бірақ жансыз өмір. Екіншісі қауіпті, бірақ шынайы махаббатқа толы жол. Сара көзін ашып Диасқа қарады. Оның жанарында шексіз сенім, шексіз сүйіспеншілік бар еді. Мен сені таңдаймын, деді Сара күбірлеп. Мен сені ешқашан тастамаймын, Диас. Диастың жүрегі жарыла жаздады. Ол Сараны құшақтап, құмарлық пен нәзіктікке толы сүйіс сыйлады. Бұл сәтте олардың алдында тұрған барлық қорқыныш, айыптау, күдік бәрі жойылып кеткендей болды. Бірнеше аптадан соң Сара күйеуінен ресми түрде айырылысты. Әрине, сөздер ауыр болды, айыптар да айтылды. Бірақ ол шешімін өзгерткен жоқ. Диас оған жаңа өмір ұсынды. Олар қала сыртындағы шағын үйге көшті. Сол жерде екеуі алғаш рет ешкімнен жасырынбай қол ұстасып жүрді, таңды бірге қарсы алды. Сара таңертең ұйқысынан оянғанда қасында тыныш жатқан Диасты көріп күлімсіреп: мен ақыры өз өмірімді таптым, деді. Ал Диас оның маңдайынан сүйіп: сен менің бар бақытымсың, деп жауап берді. Жылдар өтті. Құпия кездесулер енді өткеннің елесі ғана болып қалды. Бірақ сол тыйым салынған, қауіпті басталған махаббат оларды мәңгіге біріктірді.
Екеуі енді жасырынып емес, еркін құшақтасып жүрді. Әлем оларды қалай ойласа да, олар үшін маңыздысы бірақ нәрсе бар еді, бір-біріне деген шынайы махаббат. Сөйтіп Диас пен Сараның хикаясы құмарлықтан басталып, бақытқа жалғасты. Құпия кездесулер олардың жүрегіндегі ең ыстық, ең қымбат естелік болып қалды.